Бұл кітаптың атауы Рисалатул Мустаршидин деп аталады. Авторы имам Харис ибн Асад әл-Мухасиби деген кісі. Бұл кісі хиджри 165 жылы өмірге келіп, хиджри 243 жылы өмірден өткен. Яғни осыдан 1200 жыл бұрын өмір сүрген ғұлама. Былайша айтқан кезде имам Ағзам Абу Ханифалардың ізін баса келген сол кісілерден кейінгі буын деп айтуға болатын. Сондай өте үлкен жаңағы дін саласына, руханият саласына еңбек сіңген ғалым, ұстаз кісілердің бірі. Сопылық жолды, руханият жолын, тасауф жолын тереңнен зерттеген, сол салада көп қалам тербеген, өзі де жаңағыдай тек қана жаңағы қаламмен емес, амалымен де іс жүзіне асырған, сондай бір сөзі мен амалы сәйкес келетін үлкен ғұлама, әулие кісілердің бірі. Сол кісінің Рисалатул Мустаршидин тура жол іздеушілерге арналған бір нұсқаулық деп айтсақ болады, тура жол іздеушілерге хат деп айтсақ болады, сол кісілерге бағытталған бір еңбегі. Енді бірінші кез келген кітаптың басында Аллаға мақтау, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтқаннан кейін, әмма бa'д фa'лам анна Аллах азза ва жал иджтаба мин ибадихил муъминина давил албаб ал'алимина به وبأمره فوصفهم بالوفاء والأخلاق الفاضلة والخوف والخشية فقال عز وجل Аллаға мақтау болсын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауат болсын деп айтып өткеннен кейін, мына нәрсені біліңіздер дейді. Алла тағала құлдарының ішінен мүміндерді ерекше таңдады дейді. Олардың сипаттары қандай болады? Олар Алланы таниды, Алланың әмірлерін таниды. Сондай-ақ оларды, ол мүмін пенделерін Алла тағала уәделеріне опалы, уәделерінде тұрады, және де көркем мінез құлыққа ие, жүректерінде Аллаға деген шынайы ықылас, шынайы қорқыныш бар деп сипаттады дейді. Мұсылмандар жайлы Алла тағала Құранда Астағиду билла иннама ятадаккару улул албаб. Бұл Алланың насихаттарынан шынайы ақыл иелері ғана үгіт алады. Олар алладина юфуна биахдиллахи ва ла янқудуна ал-мисақ. Олар Аллаға берген серттерін орындайды, уәделерін ешқашан бұзбайды. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. Олар Алла тағала әмір еткен дүниелерді орындайды, Алла тағала жалғаңдар деген нәрселерді жалғайды. Олар Раббыларынан шынайы қорқады, және де қияметтің есебінен, қорқынышты есебінен олар міндетті түрде қорқады дейді. فمن شرح الله صدره للإيمان ووصل التصديق إلى قلبه ورغب في الوسيلة. Кімде-кімнің жүрегін Алла тағала жүрегіне иманды ашқан болса дейді. Яғни Аллаға деген жүрегіне сенімі болса, жүрегіне Алланы растау деген нәрсені бекіткен болса, Аллаға жетем, Аллаға деген махаббатқа жетем деген ниеті болса, онда ол шариғаттың талаптарын сақтай отырып, ақыл иелерінің жолына міндетті түрде ілесу керек. Ақыл иелері деп отырған бұл жерде жаңағы Алла тағаланың пайғамбарлары. Шариғаттың талаптары деп отырған китабилла ва суннати набийхи ва маджтама алейхи мухтадуна мин ал-аимма. Шариғаттың талаптарын сақтау керек дегенде Алланың кітабы, пайғамбарымыздың сүннеті және имамдарымыздың бір ауыздан келіскен иджмаы. Міне осы нәрсе Алла тағала қасиетті Құранда пенделерін шақырған тура жол, міне осы нәрсе дейді. Алла тағала Құранда айтқан Астағиду билла, Али Имран сүресі 153 аятта ва анна хада сирати мустақима фаттаби'у. Міне бұл менің тура жолым, сол жолға сендер еріңдер дейді. Вәлә таттаби'у субула, оның тысындағы түрлі жолдарға еріп кетіп жүрмеңдер. Ендеше не болады еріп кетсеңдер? Фатафаррақа бикум ан сабили. Алла тағаланың жолынан сендерді адастырып жібереді. Заликум уссакум бихи лааллакум таттақун. Тақуалық қыларсыңдар деп Алла тағаланың айтқан өсиеті осындай дейді. Әрине, мұсылман адам жаңа заманауи білімге жабық болу керек деген сөз шықпайды бұл жерден. Қазіргі уақытта жаңағыдай философиясы болсын, психологиясы болсын, әлеуметтану болсын, мәдениеттану болсын, әртүрлі жаңа зерттеулер жасалып жатыр. Адамзат баласы Құран түскен уақыттағы 14 ғасыр бұрынғы сана сезімде тұрған жоқ. Адамның сана сезімі өзгерді, өсетін жерде өсті. Адамның мәдениет деңгейлері әртүрлі. Сол үшін қазіргі уақыттағы адамдардың ойлау жүйесі басқаша. Сондықтан қазіргі заманауи түрлі зерттеулерді, психологиялық басқа зерттеулерді, сол зерттеулердің нәтижесінде шығып жатқан, тәжірибелердің нәтижесінде шығып жатқан қорытындыларды біз оларға ашық болуымыз керек. Оларды әрине алуымыз керек, керек жерін қарауымыз керек, бірақ біз қалай оған көз жұмып ала беруге болмайды. Көз жұмып ала беруге болмайды.
Мысалы үшін қазір неше түрлі жаңағыдай коучтар дейді, бизнес тренерлер, басқа түрлі адамдар шықты. Не дейді? Ешкімге қарыз беруші болма дейді. Ешкімге қарыз беруші болма дейді. Осы нәрсені біреулердің миына сіңіріп тастайды. Бір шариғат оған солай қарай ма? Пайғамбарымыз қарыз беруге шақырған. Қарыз берудің сауапты екендігін, тіпті садақадан гөрі қарыз берудің сауапты екендігін айтқан. Өйткені біреуге садақа беру ол адамды сұрамшақтыққа үйретіп жіберуі мүмкін, ол адамға белгілі жауапкершіліктен оны шектеп қою мүмкін. Бірақ қарыз беру ол адамды ондай сұрамшақтыққа апармайды. Өйткені ол не? Жауапкершілік. Қарыз алғаннан кейін оны қайтаруға тырысады. Ал садақаға үйреніп алған адам ол соған әбден еті үйреніп кетуі мүмкін. Көрдіңіз бе? Осы секілді әртүрлі жағдайлар, мысалы үшін отбасылық құндылықтар. Осы жерде де мысалға әртүрлі нәрселер айтады. Жаңағыдай басқа елдердің, басқа мәдениеттердің түсініктерін бізге келіп тықпалауға тырысады. Осы жерге осындай жағдайлар түрлі осындай неше түрлі қазіргі уақытта идеологиялық соғыс дейді ғой. Осындай түрлі соғыстың арасында біз өзіміздің негізімізден, тамырымыздан айырылып қалмас үшін бірінші кезекте сол жаңағыдай Алланың діні, Алланың шариғатын қолымыздан келгенше тереңірек меңгеруге тырысуымыз керек. Бұл біздің фундамент болу керек. Бұл біздің фильтр болу керек. Оның тұсында кез келген дүние бізге келді, жаңа бір ақпарат, жаңа бір мәлімет келді, біз сол жаңағы фильтрдан өткіземіз. Егер өтті ма, бисмилля, қабылдаймыз. Өйткені пайғамбарымыз дейді, хикмет, даналық деген нәрсе мұсылманның жоғалтқан дүниесі дейді. Қайдан тапса оны алсын дейді. Көрдіңіз ба? Сол үшін біз ондай нәрсеге жабық емес, біз ашықпыз, бірақ жаңа айтқандай фильтрдан міндетті түрде өткізуіміз керек. Әйтпегенде олардың бәрі бізді жаңағыдай Алланың хақ жолынан тайдырып жіберуі, бір күні біз ол Алланың жолынан шығып та кетуіміз әбден мүмкін. Өйткені мынандай бір жақсы сөз бар: сенгеніңе қарай өмір сүрмесең дейді, өмір сүргеніңе қарай сене бастайсың дейді. Я, біздің сеніміміз бар, я, сенім негіздеріміз бар, біздің шариғатымыз бар. Осымен жүрмесек, осымен өмір сүрмесек, мынау мұстахаб қой, мынау макрух қой, мынау анау қой деп жүре беретін болсақ, бір күні сол өмірімізге қарай сенім пайда бола бастайды да бізде. Мынау шариғат деген ауыр-ау, мынау мынандай-ау деген секілді әртүрлі жаңағыдай шайтанның уәсуасаларына ұшырап қалуымыз мүмкін. Сол үшін өзіміздің сенімімізді біліп, сенім негіздерімізді, негізгі қағидаларымызды біліп, соған сай өмір сүруіміз керек екен иншалла. Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Алейкум бисуннати ва суннатил хулафаир рашидин мин ба'ди адду алейха бин наваджид." Мен сендерге өзімнің сүннетімді және әділетті халифаларымның сүннетін ұстануды тапсырамын, оған азу тістеріңмен жабысыңдар дейді. Енді айтып жатырмыз осы үш нәрсе дедік, иә? Алланың кітабы, пайғамбарымыздың сүннеті, одан кейін ғалымдарымыздың бір ауызды келіскен ижма келісімі. Осы үш нәрсеге берік болу керектігін айтып жатыр. Енді осылардың ішіндегі біріншісіне дедік, Алла Тағаланың кітабы дейді. Сол Алла Тағаланың кітабының Құранның бізде ақысы бар. Біздің Құранның алдында неміз бар? Міндетіміз бар. Ол қандай дейтін болсақ, әл-амалу бихмухкамихи минал амри уан нахи. Мухкам, нақты әмірлері мен тыйымдарына бойұсынамыз, амал қыламыз дейді. Уәл иман би муташабихи. Муташабихтеріне не істейміз? Иман етеміз, сол жеткілікті. Біздің ахлу сүнна уәл жамаа алғашқы буын ғұламаларымыздың муташабих аяттарға қатысты ұстаным осындай болған. Қазір уақытта шығып кетті ғой, муташабих дегеніміз не? Мухкам. Мухкам деген нақты белгілі аяттар, негізгі қағидалар. Муташабих деген жаңағыдай мағынасы, егер тура мағынасын алатын болсақ, Алла Тағаланы жаратылысқа ұқсатып қою, Алла Тағаланы кемшілік сипаттармен сипаттап қою қаупі бар аяттар мен хадистер. Мысалы үшін жаңағыдай яд дейді, айн дейді, жасат дейді, не болмаса жаңағыдай аяқ дейді, қол дейді, шектеу дейді, отыру, тұру, жүру деген секілді түрлі сипаттар. Бұлардың тікелей мағынасын алсақ не істеп қоямыз? Біз Алла Тағаланы жаратылысқа ұқсатып қоямыз. Сол үшін біз бұларға бұндай аяттар келгенде не айтамыз? Бұндай хадистер, бұндай аяттар келгенде Алла Тағала бұл аят арқылы, яд деу арқылы нені мақсат етіп тұрса, біз соған иман келтіреміз. Бірақ тағы да бір нәрсені айтып кетуіміз керек. Бұл яд деген сөз, арабшадан аударғанда тікелей қол деген мағынаны білдіреді. Тура мағынасындағы, ағза мағынасындағы қол деген нәрсе емес, ал оның негізгі мағынасын біз Аллаға тапсырамыз. Қалай бар, солай иман етеміз. Біздің әуелгі ғұламаларымыздың жолы осы еді. Өкінішке орай қазіргі таңда осы муташабих аяттар біздің жаңағы сәләфиміз, вахабиміз деп жүргендермен мына жақтағы ахлу сүнна уәл жамаа, жаңағы матуриди, ашари ақидасындағылардың арасында үлкен бір талас тартыстар тудырып жатқан жағдай бар. Мынау әлеуметтік желіге кіріп қарасаңыздар болады, ютубта кезінде мына Ерсін ұстазбен Оқтам Заурбековтың бір диспуты болып 4-5 сағат сонымен тоқтаған едік негізі. Бірақ қазір
жаңадан оқып жатқан жас буындардың арасында қайтадан басталыпты осы нәрсе. Отырып алып осы бір муташаби аятқа байланысты 1 сағат 2 сағат дауласады. Әлгіні тыңдап көрсең ішің ашиды да, бар ғой. Соншама кеткен уақытты біз басқа нәрсеге жұмсауға болар еді. Біз мұсылмандар осындай бір болмашы нәрседе тарсып кетіп жатырмыз да. Сондықтан бұл жердегі біздің ғалымдарымыздың алғашқы буындарының айтқан не? Оған иман етеміз, болды иншалла. Вал хауфу мин ваидихи ва раджау ли ваадихи. Алланың кітабының алдындағы біздің міндетіміз не? Оның уәделерінен үміт ету. Алла Тағала бізге неше түрлі жақсылықтарды уәде етті ғой Құранда. Содан үміт ету, не нәрсені ескертіп қорқытқан болса, одан қорқып тыйылу дейді. Вал иътибару би қасасихи ва амсалихи. Сондай-ақ Құранның келтірген қиссалары мен мысалдарынан ғибрат алу. Бұл біздің Құранның алдындағы неміз екен, міндетіміз екен. Фаида атайта бидалика фақад харажта мин зулматил жахли иля нурил илм. Осы нәрсені істейтін болсақ, қараңғылық деген, надандық деген қараңғылықтан шығамыз да, ілім деген жарыққа қарай жол бастаймыз. Сондай-ақ күмән деген азаптан құтылып, яқин, шексіз, күмәнсіз сенім деген рахатқа қауышамыз дейді. Алла Тағала қасиетті Құранда Аллаху валиюллазина аману юхриджухум миназ зулумати иля нур. Алла Тағала мүміндердің, иман еткендердің досы, оларды қараңғылықтан жарыққа шығарады дейді. Қай уақытта жарыққа шығарады? Сол Алланың аяттарына бойсынған кезде, тыйымдарынан тыйылған кезде, уәдесінен үміт етіп, ескерткен нәрсесінен қорқып, қиссаларынан, мысалдарынан ғибрат алған кезде, бізді сол Құранның аяттары арқылы, Құран арқылы Алла Тағала қараңғылықтан жарыққа шығарады екен иншалла. Алла Тағала баршамызды сол Аллаға иман ету арқылы, Алланың кітабына бойсыну арқылы жарыққа қауышқан құлдарының қатарынан болуды нәсіп етсін иншалла.